Әлемде талай қызық бар. Әлемнің әр бұрышы, әр жәндігі, жануары толық зерттелді деп ойлаймыз. Бірақ әлі де зерттелмегені қаншама. Бүгінгі топтамада айтатын жаратылыстардың ерекшелігі соншалық басым бөлігі 20 ғасырдың соңында ғана анықталған екен. Менің атым Сәнім. Білесіз бе, YouTube арнасына қош келдіңіздер. Сонымен таң қалуға, шошуға және денелеріңіздің тітіркенуіне дайындалыңыздар. Бірақ топтама басталмас бұрын арнама жазылып, осы видеоға лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жарай ма? Ал біз бастадық. Сауытты дәу шегіртке. Бұл дәу шегірткелер Калахари шөлін мекендейді екен. Біздің көзіміз үйреніп қалған шегірткелерге мүлдем ұқсамайды. Әдетте шегірткелер өсімдіктермен қоректенсе, бұл сауытты дәу шегіртке ет жейді. Бұл жәндіктің дене көлемі 10 сантиметрге дейін барады. Оған ешқандай жыртқыштар қауіпті емес. Себебі оның денесін өте қатты сауыт қорғайды. Сонымен қатар сасық у да шашалады екен. Бірақ сауытты дәу шегірткелер каннибалдар. Егер азық болмай қалса, бірін-бірі жей береді. Жылан құрт. Бұл ерекше құрт түрі оңтүстік Американы мекендейді. Дене көлемі 6-7 сантиметрге дейін барады. Өсімдікпен қоректенетін бұл құрт жыртқыштардан ерекше тәсілмен қорғанады. Жыртқышты байқаған сәтте ол ісінеді де өзінің құйрығын көтереді. Ал құйрығы жыланның басынан аумайды. Мұны көрген жыртқыш бірден тайып тұрады екен. Ал құрт болса өсімдігін жеп қалыпты өмір сүре береді. Акула гоблин. Бұл ерекше акула тынық мұхитын мекендейді. Әдетте акулалар шабуыл жасайтын кезде оның арқасындағы қанаты су бетінде көрінеді. Алайда акула гоблин су бетіне жақындамайды екен. Ол 200 метр тереңдікте өмір сүреді. Түрі өте ұсқынсыз. Құрбанына шабуыл жасағанда жақтары алға қарай жылжиды екен. Дене мөлшері 4 метрге дейін барады. Мұндай құбыжықты тірідей көрген адам оны ешқашан ұмыта алмайтын шығар. Жапондық шаян өрмекші. Бұл ерекше жәндік Жапонияның жағалауларын мекендейді. Әлемдегі ең үлкен шаян болып табылады. Салмағы 40 килограмм, ал дене көлемі 6 метрге дейін барады. Аяқтарының саны 10. Көбінесе 150 метр тереңдікте өмір сүреді. Бірақ адамға ешқандай қауіпі жоқ. Ол тек ұсақ моллюскілермен қоректенеді. Онымен қоса, бұл шаян өрмекші 100 жыл жасайды екен. Үлкен әрі қорқынышты болғанына қарамастан, жапондықтар бұл шаян өрмекшіні жегенді жақсы көреді. Әсіресе 50 жасар шаян өрмекшінің еті ерекше дәмді деп есептейді. Сонымен, бүгінгі топтамада айтылған қай жәндік немесе жануар сізді таң қалдырды? Пікірлеріңізді күтем. Арнама жазылып, менің көрерменім болған жандарға рахмет айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен мотивация және үздіксіз контент жасауыма себепші. Егер сіздердің қолдауларыңыз тоқтамаса, мен де тоқтамаймын. Рахмет сіздерге. Ауырмаңыздар. Кездескенше.